жиынтық жобаның новеллалары Қазақстан конституциялық материясының негізін кеңінен қозғайды. Олар ата заңның келбетін, ішкі құрылымын түбегейлі өзгертеді. Институционалдық, құрылымдық қайта түрлендірулер, түбегейлі мемлекеттік құқықтық трансформациялар үшін зор әлеует қалайды. Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру және қорғау кепілдері елеулі түрде күшейтіледі. Президенттік басқару нысаны сақтала отырып, бір тұтас мемлекеттік билікті ұйымдастыру жолдары өзгереді. Бір палаталы парламент моделі енгізіледі. Азаматтардың мемлекет ісін басқаруға қатысу нысандары кеңейеді. Құқық қорғау тетіктері қызметінің, конституциялық соттың, ата заңның негізінде құқық үстемдігін қамтамасыз етуінің тиімділігі артады. Конституциялық жаңашылдықтар мемлекеттің миссиясын, оның функцияларын жаңаша түсінуге, мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер мен азаматтардың қарым-қатынасы қағидаттарын анық айқындауға жол береді. Азаматтық қоғам институттарының мемлекеттік маңызы бар міндеттерді шешу ісіне қатысу мүмкіндіктері кеңейеді. Жобада негізгі қоғамдық саяси институттардың қызметі мен болашағына қатысты қазіргі заманғы тұжырымдамалық сипаттағы ұстанымдар қарастырылған.